Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Біздің отандасымыз Әсел Серікбай FIDE World Cup Women 2023 Баку, Әзірбайжан, нақтырақ айтсақ, әлем кубогына қатысып жатыр. Қарсыласы Гючарт, білмеймін енді, дұрыс оқыдым ба, оқымадым ба, ешқандай ақпарат жоқ, бірақ біздің Әсел туралы да ешқандай ақпарат жоқ. 2002 жылғы халықаралық шебер 2199 деген рейтингісі бар. Кеттік. I4, I5, ATF шатсы 6, PLB5. Алдымызда Испания партиясы, Берлин қорғанысы, Берлин варианты. D3, PLC5, жедік, және патшаның сарайғызы. PLG4, H3, PLH5. Көптеген енді ойыншылардың үлкен қателігі бұл жерде G4 деп жүреді. G4 деп жүрсе, онда G4, былай, PLG4 деген варианттар болып қалу мүмкін. Өткен сіздерде бұндай піл жоқ. Мұна байлау әдісі, содан кейін уәзір дефалтыға қою мүмкін. Немесе бұлай патшаны сарайға кіргізіп, F5 деген іс-әрекеттер. Жалпы бұндай жүрістерге қызықпаңыздар. Енді көп адамдар ойлайды, қазір осылай жүрем, қарсылас былай жүреді, содан кейін мен негізгі орталықтағы сарбаз жек кетемін дейді. Бұл енді қате пікірлердің бірі. Жалпы мен енді өзімнің түсінігім бойынша осылай болады. Ат D2, уәзір I7, C3. Енді бұл Италия партиясындағы, Испания партиясындағы ең маңызды екі сарбаздың бірі, D3 және C3-тегі екі сарбаз. Сіздер бұл туралы білесіздер деген ойдамын. Патшаның сарайғызы B4, PLB6, A4, A6 және уәзір C2. Мысалы, бұл жерде не айтуға болады? B4 деген жүріс деген атақты Вильгельм Штайнец ережесі, орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта емін-еркін шабуыл жасасаңыздар болады. PLB6, A4, A6 уәзір C2 және G5. G5 бұл жерде түсінікті, бұл сарбазға қызығудың қажет жоқ. Егер де қызығатын болсаңыздар, онда қарсылас деген сіздің мазаңызды әбден алуы мүмкін. B5. Тез арада осы. Енді мен бұрынғы видеоларда айттым. Әртүрлі жақта орналасқан патшалардың арасында күрестім. G4, жедік және A5. Бұлай жедік, G8. Енді Гючарт барынша талпынып жатыр. Оның ең басты мақсаты қазіргі таңда тез арада мына ақ патшаға шабуыл жасау, бірақ кім бірінші деген мәселе туындайды. Өйткені осылай екі жақта орналасқан патшалардың осындай бір ерекшелігі бар. Кім бірінші бастайды, кім бірінші ілік табады, сол деген жеңеді. Уәзір B3, Филидорды есімізге түсіреміз, және мына B7-дегі сарбаздың қал жағдайыңызды біліңіз керек. BC, PL A3, мүмкіндік бар ма? Міндетті түрде өзіңіздің ойыншыларыңызды іске қосуға тырысу керексіздер. Уәзір I8 және тура FB1. Менің түсінігім бойынша Әсел қарсыласқа қарағанда ширақ қимылдады және соның арқасында жағдайы жақсы деген ойдамын. PLH3, патша F1, әрине бұлай жүрге болмайды. Сіздер бұны мен сізде біліп тұрсыздар, өткен тура G3 деген, өткен мынақта байлау әдісін өте жақсы көріп тұрсыздар деген ойдамын. Патша F1, тура G2, шах және уәзір A7. Менің түсінігім бойынша ары қарай енді аса қызық емес, өйткені Әсел деген өте сауатты ойыншылардың бірі. G4, B7 толығымен қомағайлар қатарына кіреді және қарсыласының мазасын алады деген ойдамын. C8, патша I1, бұлай уәзір A6. Енді не істеу керек? Мына кешірім сұраймын. Мына D3-тегі сарбазды қорғау керек, өйткені мына тураға және мына пілге ешқандай белсенділік беруге болмайды. Уәзір I6, піл C5. Енді мына аттың көзін жоюға тырысып жатыр. Жедік, шах, жедік, B8, шах, 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 шах. Осымен ойын аяқталды деген ойдамын. Патша G7 және тура I5. Не айтуға болады? Жағдай өте қиын қарсыластардың, және бәрі түсінікті, үлкен басымдық, мат қоюға ешқандай мүмкіндік жоқ. Егер де патшаны пілді G4-ке қоятын болсаңыз, онда патшаны C2-ге қойып емін-еркін құтылып кетеді.
Міне осындай партия келесі кезеңге әлі өткен жоқ. Өйткені ол деген есеп 1-1. Бұлар енді тағы да 4 партия ойнайды, немесе ұмытпасам, немесе 2 партия ойнайды. Рапид, соның рапидтен кейін осылай белгілі болады. Бибісара Асаубаева бірінші кезеңде бай алды, қарсыласы келген жоқ, мүмкін не себепті екенін білмеймін. Ринат Жұмабаев ол деген бірінші турда партияны ұтты, бірақ екінші турда ұтылып қалды Пайчадзе Лукаға. Әлішер Сүлейменов 2 партияны да тең түсті, ақпен де қарамен де, және бүгін тағы да тайбрейк болады. Тайбрейк Ринат Жұмабаев та болады, тайбрейк Әлішер Сүлейменов та болады, және Әсел Серікбайда да үшеуінде де тайбрейк болады. Ал Бибісара Асаубаеваның келесі кезеңге өткен шығар деген ойдамын, өйткені қарсыласы келген жоқ. Барынша енді осы жарыс туралы видео түсіруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік. Сау, сәлемет болыңыздар.